Барлықтарыңызға сәлем. Кішкентай ханзада. 2 бөлім. Сонымен 7 планета жер еді. Жер әншейін планета емес. Жер бетіндегі патшалардың саны 111. Әрине, негр патшаларды да ұмытпау керек. Географтардың саны 7 мыңға, іскер адамдардың саны 900 мыңға, маскүнемдердің саны 7,5 миллионға, атақ құмарлардың саны 311 миллионға, яғни ересек адамдардың жалпы саны 2 миллиард шамасына жетеді. Жердің көлемін сипаттау үшін міне сіздерге мынандай айтар едім. Электр жарығын ойлап таппастан бұрын жалпы 6 құрлықтың бетінде 462.511 шырақшыдан құралған нағыз әскер болған. Алыстау қашықтықтан қарағанда бұл ғажап көрініс тудыратын. Бұл әскер қозғалысы опера театрына балет билеушілерінің біркелкі қимылдарын еске түсіретіндей еді. Алғашқы болып Жаңа Зеландия мен Австралияның шырақшыларының өнер көрсететін кезегі. Сосын олар шырақтарын жағып боласымен ұйқыға бас қоятын. Содан кейін өз кезектерінде шырақшылар бейне Қытай мен Сібірдегілер қосылатын. Сосын оларды сахнадан кетіп шымылдық тасасына тығылатын. Ендігі кезек Ресей мен Үндістанда. Сосын Африка мен Еуропа елдерінікі. Сосын Оңтүстік Американың кезегі. Содан кейін Солтүстік Америка сахнаға шығады. Олар сахнаға шығар мезгілінен ешқашан жаңылған емес. Бұл керемет еді. Тек солтүстік полюстегі жалғыз шамның шырақшысы мен оның әріптесі оңтүстік полюстегі жалғыз шырақшы ғана жұмыссыз, тауқыметсіз өмір сүретін. Олар жылына 2 рет қана жұмыс істейтін. Білгіш болып көрінгің келгенде өтірікті аздап араластырып жіберетін кездер болады. Мен сіздерге шырақшылар жайында әңгімелеп отырып, шындықты аздап бұрмалағаным да рас. Біздің планетаны мүлдем білмейтін адамдарға жалған түсінік беріп қоюым ықтимал. Адамдар жер үстінде көп орын алмайды. Егер 2 миллиард жер тұрғындары иықтасып жиналыста тұрғандай тік тұрған болса, ұзындығы 20 мың, ені де 20 мың шаршы миль алаңға сыйып кетер еді. Бүкіл адамзатты тынық мұхиттың кішкене бір аралына үйіп төге салуға болар еді. Әрине, үлкендер сізге иланбайды. Олар жерде қомақты орын аламыз деп ойлайды. Олар баобабтар сияқты өздерін маңызды санайды. Сіз оларға есептеуді ұсыныңыз. Ересек адамдар санағанды жақсы көреді. Мұндай кеңес жандарына жағады. Бас қатырып, іш пыстыратын ол іске алтын уақытыңызды ысырап қылмаңыз. Еш пайдасы жоқ. Маған сенсеңіз болғаны. Сонымен, кішкентай ханзада жерге келіп түскелі көзіне тірі жан ілінбегеніне таң қалды. Ол планетаны шатастырып алдым ба деп қобалжи бастаған кезінде айдың сәулесі түсіп тұрған сақина іспетті дөңгелек нәрсе құм үстінде жыбыр ете қалды. Қайырлы таң, дей салды кішкентай ханзада. Қайырлы таң, деді жылан. Мен қай планетаға тап болдым деп сұрады кішкентай ханзада. Жер планетасына, бұл Африка, деп жауап берді жылан. Солай ма? Сонда жер үстінде адам тұрмайды ма? Бұл шөл дала. Шөл далада тірі пенде болмайды. Жер дегеніңіз үлкен, деп жауап берді жылан. Кішкентай ханзада тастың үстіне отырды да аспанға көз тікті. Мені ойға шомылдыратын нәрсе, деді ол. Жұлдыздар. Әр адам ерте ме кеш пе өз жұлдызын адаспай тауып алу үшін жарқырап тұра ма екен? Менің жұлдызым дәл төбемде тұр. Сонымен қатар ол қаншама алыс қашықтықта десеңізші. Әдемі екен, деді жылан. Сен мұнда не бітіріп жүрсің? Мен бір гүлмен араздасып қалып едім, деді кішкентай ханзада. Солай ма, деді жылан. Олар үндемей қалысты. Адамдар қайда, деді ақырында кішкентай ханзада. Жапан түзде жалғызсырап қалдық қой. Адамдар арасында да жалғызсырауға болады, деді жылан. Кішкентай ханзада оған ұзақ қарап тұрып, сен өзің бір қызық мақұлық екенсің, деді ол ақырында. Саусақтай жіп-жіңішкесің. Алайда мен патшаның саусағынан да құдіретім күштірек, деді. Кішкентай ханзада жымиып қана. Сен соншалықты құдіретті де емессің. Сенде тіпті сирақ та жоқ, саяхатты жасай алмайсың. Мен сені кемеден бетер алысқа алып кете аламын, деді жылан. Ол кішкентай ханзаданың тілерсегіне алтын білезіктей оратылды. Мен тиіскен адам өзі шыққан қара жеріне аттанады, деді ол тағы да. Бірақ та сен, жаның пәк екен, әрі сен көктегі жұлдыздардан түсіпсің. Кішкене ханзада еш жауап қатпады. Мен сені аяп тұрмын. Сен осынау тастай қатты жерге әлсіз көрінесің.
Сен планетаңды қатты сағынған кезіңде менің саған көмегім тиер. Жарайды, мен өте жақсы түсіндім, деді кішкентай ханзада. Бірақ сен неге ылғи жұмбақтап сөйлейсің? Бар жұмбақтың шешуін таба аламын, деді жылан. Сөйтіп екеуі де үндемей қалды. Кішкентай ханзада шөл даланы көлденеңінен кесіп өтті. Жолында тек бір шоқ гүлден басқа ештеңе кездестірмеді. 3 тал қауызы ғана бар, жоқтан жоғары бір гүл ғана. Қайырлы күн, деді оған кішкентай ханзада. Қайырлы күн, деді гүл. Адамдарды қай жақтан табуға болады, деп ізетпен сұрады кішкентай ханзада. Бір күні керуеннің көшіп бара жатқанын көрген гүл, адамдар ма? Менің ойымша жер бетінде 6, әйтпесе 7-ге жуық адам болу керек. Оларды осыдан бірнеше жылдар бұрын байқап қалғанмын. Бірақ адамдарды қайдан табуға болатынын кім білсін? Оларды жел айдап жүреді. Олардың тамырлары болмаған соң қиын ғой. Қош бол, деді кішкентай ханзада. Қош бол, деді гүл. Кішкентай ханзада асқар тауды асып өтті. Оның өмірінде бар көрген таулары тізесіне жететін 3 жанар тауы ғана еді. Ал сөніп қалған жанартауды орындық ретінде қолданатын. Мұншама биік таудың басынан бүкіл планетаны шолып шығып, оның үстіндегі бүкіл адамдарды көремін. Бірақ оның көзіне ұштары бірдей әбден егілген қыздардан басқа ештеңе түспеді. Сәлемет пе, деді ол не де болса. Сәлемет пе? Сәлемет, деп қайталады жаңғырық. Сіз кімсіз, деді кішкентай ханзада. Сіз кімсіз? Деп жауап қатты жаңғырық. Маған дос болыңыздар, мен жалғызбын, деді ол. Мен жалғызбын, деп қайталады жаңғырық. Қандай қызық планета еді, деп ойлады ол сонда. Өзі бір кеуіп қалған үп-үшкір және тұздай ащы екен, ал адамдарды болса тапқырлық дегеннен шұрдай. Айтқанымды ғана қайталайды. Менің планетамдағы гүлім үнемі бірінші болып сөйлейтін. Кішкентай ханзада құмды басып, құз жартастарды асып, қарды кешіп, ұзақ жүргеннен кейін ақыры жолға тап болды. Ал жолдардың бәрі адамдардың ортасына алып келеді ғой. Қайырлы күн, деді ол. Бір раушан гүлдер жайқалып тұрған бақ еді. Қайырлы күн, деді раушан. Кішкентай ханзада оларға анықтап қарады. Бұлардың бәрі оның гүлінен аумайды екен. Сендер кімсіңдер, деп сұрады ол қайран қала. Біз раушан гүлдерміз. Солай ма, деді кішкентай ханзада. Сөйтті де ол өзін өте бақытсыз сезініп кетті. Оның гүлі бүкіл әлемде мен сияқты жоқ деуші еді. Ал мінекей бір бақтың ішінде сол сияқтылардың 5000 шақтысы өсіп тұр. Мұны көретін болса, деп ойлады ол, гүлімнің әбден көңілі күйзеліп қалатын еді. Ол күлкіге қалмас үшін қатты жөтеліп қойып, өмірі үзіліп бара жатқандай кейіпке түсетін еді. Ал мен болсам, оны емдеуіме тура келетін еді. Әйтпесе, мені де кінәлі сезіндіру үшін шынымен үзіліп кетіп жүрсе. Сосын ол тағы да ішінен былай деп ойлады. Әлемде жоқ гүл, менде ғана бар деп өзімді бай сезініп жүрсем, оның қарапайым раушан гүл ғана болып шықты. Осы гүл менің тіземнен ғана келетін 3 жанартау. Оның біреуі ендігі сөніп те қалған шығар. Менен даңқты ханзада жасамас. Ол шөптің үстіне жата кетіп, жылап жіберді. Сол арада түлкі пайда болды. Сәлеметсіз бе, деді түлкі. Сәлеметсің бе, деп әдеппен жауап қатты кішкентай ханзада. Жан-жағына қарап еді, ешкім көзіне ілінбеді. Мен мұндамын, деп дауыс қатты алма ағашының астынан. Сен кімсің, деді кішкентай ханзада. Қандай сұлу едің. Мен түлкі боламын, деді түлкі. Кел, екеуміз ойнайық, деп оған ұсыныс жасады кішкентай ханзада. Мен әбден көңілсіз тұр едім. Мен сенімен ойнай алмаймын, деді түлкі. Қолға үйретілген түлкі емеспін. Кешір онда, деді кішкентай ханзада. Бірақ біраз ойланып тұрды да былай деді. Қолға үйрету деген нені білдіреді? Сен жат жерлік екенсің, деді түлкі. Бұл жерде не істеп жүрсің? Адамдарды іздеп жүрмін, деді кішкентай ханзада. Қолға үйрету деген нені білдіреді? Адамдар, деді түлкі. Олар мылтық ұстап аң аулайды. Бұл өте ыңғайсыз нәрсе. Тағы олар тауық өсіреді. Бар жақсылықтары сол. Сен тауық іздеп жүрген жоқсың ба? Жоқ, деді кішкентай ханзада. Мен дос іздеп жүрмін. Қолға үйрету нені білдіреді?
Бұл көбінесе ұмытылып кететін нәрсе, деді түлкі. Ол дегеніміз байланыс туғызу. Байланыс туғызу? Әрине, деді түлкі. Сен мен үшін дүниедегі 100 мыңдаған кішкене балалардан бірісің. Сондықтан да сенің маған керегің жоқ. Ал менің саған түкке де қажетім жоқ. Мен сен үшін 100 мыңдаған түлкінің бірі ғанамын. Егер де сен мені қолға үйретсең, онда біз бір-бірімізді қажет етеміз. Сен мен үшін бүкіл әлемдегі бір ғана жан болар едің. Мен де сенің жалпақ дүниедегі жалғызың болатынмын. Мен түсіне бастаған сияқтымын, деді кішкентай ханзада. Бір гүл бар. Меніңше, ол менің қолыма үйреніп алған сияқты. Мен мүмкін, деді түлкі. Жер бетінде неше түрлі нәрселер болып жатады. Бұл жер бетінде болған жоқ, деді кішкентай ханзада. Түлкі таң қалған кейіппен. Басқа планетада ма? Деді. Иә, деді. Ол планеталарда аңшылар бар ма? Жоқ. Міне қызық, ал тауықтар ше? Жоқ. Кемшіліксіз нәрсе болмайды, деді түлкі күрсініп. Сәлден соң түлкі сөзін жалғастырды. Менің өмірім бір қалыпты өтуде. Мен тауықтарды аңдаймын, адамдар мені аңдайды. Тауықтарды бәрі бірдей, адамдарды бір-бірінен аумайды. Тіпті ішің пысатын жағдай. Ал егер сен мені қолға үйретсең, менің өмірім күн сәулесіндей нұрланып шыға келер еді. Мен ерекше естілетін басқан қадамыңның сыбдырын өзгелерден ажырата білер едім. Ал өзгелердің тақыры мені жер астындағы ініме тығылуға мәжбүр ететін еді. Сенің басқан қадамың жанға жайлы әуендей мені інімнен шығуға шақырар еді. Енді анаған қара. Сонау жердегі егіндікті көріп тұрсың ба? Мен нан жемеймін. Бидайдың маған керегі шамалы. Егін алқабы маған еш сезім тудырмайды. Міне, бұл көңілсіз жайт. Ал сенің шашың алтындай. Сен мені қолға үйреткеннен кейін қандай керемет болады десеңші. Алтын бидай сені еске алып отыратын болады. Сонда мен бидайды тербеген желдің сылбырын жақсы көріп кетер едім. Түлкі сөзін тыйып, кішкентай ханзадаға ұзақ телміре қарап қалды да, өтінемін, мені қолға үйретші, деді ол ақырында. Қуана-қуана келсер едім, деп жауап қатты кішкентай ханзада. Әттең, уақытым аз. Мен жаңа достар тауып, көп нәрселерді танып білуім керек. Адам қолға үйреткен нәрселерді жақсы біледі, деді түлкі. Адамдар бірдеңе білейін деп талпынбайды. Оған тіпті уақытым жоқ, дейді. Олар саудагерлерден дап-дайын заттарды сатып алады. Дайын достар сататын дүкен болмағандықтан адамдар достарсыз қалады. Егер сен досың болғанын қаласаң, мені қолға үйрет. Ол үшін сен не істеуің керек, деді кішкентай ханзада. Ол үшін сабыр сақтау қажет, деп жауап берді түлкі. Алдымен сен менен аздап қашықтау жерде отырасың. Мінекей, былайша шөптің үстінде. Мен саған көзімнің қиығын саламын, ал сен үн шығарма. Себебі сөз түсінбестіктің бастамасы. Күн сайын жақынырақ отырып жылжи түс. Ертесіне кішкентай ханзада қайтып келді. Негізінде белгілі бір уақытта келгенің дұрыс, деді түлкі. Мысалы, егер сен түстен кейін сағат 4-те келетін болсаң, мен саған 3-тен бастап-ақ бақытқа бөленемін. Уақыт жақындаған сайын мен өзімді бақытты сезіне бастаймын. Сағат 4-те тіпті асып-сасып қобалжып түсемін. Бақытымның бағасы сонда белгілі болады. Бірақ сен ойыңа келген уақытта келе беретін болсаң, қай уақытты жүрегімді жылылыққа толтыратынымды білмей қаламын. Салтты сақтау керек. Салт деген не? Деді кішкентай ханзада. Бұл да бір ұмытылып кететін нәрсе, деді түлкі. Ол бір күннің басқа күндерге ұқсамайтынын, бір уақыттың басқа уақыттан ерекше екендігін білдіреді. Мәселен, менің аңшыларымның бір салты бар. Олар бейсенбі күндері ауылдың қыздарымен би билейді. Сондықтан бейсенбі тамаша күн. Мен жүзімдікке дейін сейіл құрамын. Егер аңшылар ойларына келген уақытта билей беретін болса, барлық күн бір-бірінен аумай қалатын еді де, ал мен болсам демалыстан қағылар едім. Сөйтіп кішкентай ханзада түлкіні қолға үйретіп алды. Енді кетер уақыт жақындағанда, ой, мен жылаймын ғой, деді түлкі.
Өзің кінәлісің, деді кішкентай ханзада. Мен саған еш жаманшылық ойламап едім, алайда сен қолға үйрет деп қоймадың. Иә, әрине, деді түлкі. Бірақ сен бәрібір жылайсың ғой, деді кішкентай ханзада. Әрине, деді түлкі. Сен бұдан ештеңе ұтпайсың ғой. Ұттым, деді түлкі. Бидайдың түсі жайлы айтқаным есіңде ғой, деді. Сосын ол сөзін былай деп сабақтады. Қайта барып, раушан гүлдеріне көз тасташы. Сонда сен өзіңнің гүлің әлемдегі қайталанбас гүл екеніне көзің жетеді. Сен менімен қоштасуға қайта орал, сол кезде саған бір құпия сырды сыйға тартамын. Кішкентай ханзада раушан гүлдерді көруге қайта оралды. Сендер менің раушан гүліме түкте ұқсамайсыңдар. Сендер түкке де татымайсыңдар, деді ол гүлдерге. Сендерді ешкім қолға үйреткен емес. Сендер де ешкімді қолға үйреткен жоқсыңдар. Бұрын менің түлкімде сен сияқты жүрген. 100 мыңдаған түлкіден оның да айырмашылығы жоқты. Бірақ мен оны дос қылдым. Енді ол жалпақ дүниедегі жалғыздың өзі. Раушан гүлдер ыңғайсызданып қалды. Сендер сұлусыңдар, бірақ ойсызсыңдар, деді ол тағы да. Сендер ол үшін өлімге бас тіге алмайсыңдар. Әрине, менің раушан гүлімді жай бір жүргінші көрсе, сендерге ұқсайды екен деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ ол мен үшін сендердің бәріңнен де қымбат. Сондықтан мен оны суарғанмын. Тек сол гүлді ғана шыны қалпақтың астында қойғанмын. Сол себептен оны желге қақтырмай қоршау орнатқанмын. Сондықтан мен сол гүл үшін ғана құрттарды өлтіргенмін. 2-3-еуін көбелек болу үшін қалдырдым. Сондықтан сол гүлдің ғана шағымына және мақтағанына құлақ астым. Кейде тымырайып, үндемегеніне де төздім. Өйткені ол менің раушан гүлім. Сөйледі де ол түлкіге қайтып оралды. Қош бол, деді ол. Қош бол, деді түлкі. Мінекей, менің құпиям. Ол өте қарапайым нәрсе. Жүректің ғана көзі өткір. Ең маңызды нәрсе көзге көрінбейді. Ең маңызды нәрсе көзге түспейді, деді қайталап кішкентай ханзада. Оны жадына сақтап қалмақшы болып. Раушан гүлің үшін жұмсаған уақытың оны қымбат ете түседі. Раушан гүлім үшін жұмсаған уақытым, деп қайталады кішкентай ханзада. Мұны да жадына сақтап қалмақшы болып. Адамдар бұл шындықты ұмытып кеткен, деді түлкі. Бірақ сен оны ұмытпауың керек. Өзің қолға үйреткенің қай-қайсың болмасын, сен олар үшін әрқашан жауапты боласың. Раушан гүлің үшін жауап бересің. Мен раушан гүліме жауаптымын, деп қайталады кішкентай ханзада. Оны есіне сақтап қалмақ ниетімен. Қайырлы күн, деді кішкентай ханзада. Қайырлы күн, деді темір жол бағыттаушысы. Мұнда не істеп жүрсің, деді кішкентай ханзада. Мен жолаушыларды мың-мыңға бөліп сұрыптаймын, деді темір жол бағыттаушысы. Оларды бірде оң жаққа, бірде сол жаққа алып кететін пойыздарға жөнелтемін, деді. Сол мезетте күн күркірегендей дүрсілдеп жарқыраған жүрдек пойыз темір жол бағыттаушысының үйшігін дірілдетіп жіберді. Өздері тым асығыс қой, деді кішкентай ханзада. Олар не істеп жүр? Оны локомотивті басқаратын адамның өзі де білмейді, деді бағыттаушы. Сосын қарама-қарсы бағытта бет алған екінші бір жүрдек пойыз дүрсілдеп өте шықты. Бірден артқа қайтып келе ме? Деді кішкентай ханзада. Жоқ, бұл басқасы, деді бағыттаушы. Орын алмастырғаны ғой. Оларға барған жақтары ұнамаған ба? Жоқ, адамның көңілі тұрған жеріне ешқашан толмайды, деді бағыттаушы. Сол-ақ екен, шамы жалтырап 3-ші пойыздың дүрсілі пайда болды. Бұлар алдыңғы жолаушыларды қуалап барады ма, деді кішкентай ханзада. Олар ешкімді де қуалап бара жатқан жоқ, деді темір жол бағыттаушысы. Олар пойызда ұйықтайды, немесе жай есінеп отырады. Тек балалар ғана терезеге мұрындарын тақап алып, сыртқа қарап отырады. Тек балалар ғана өздері не істеп жүргенін біледі, деді кішкентай ханзада. Олар шүберек қуыршаққа бар уақыты мен ықыласын арнайды. Сол себептен қуыршақ олар үшін тым маңызды. Ал егер оны олардан тартып алып қойса, онда балалар жылап қалады. Олар бақытты екен, деді бағыттаушы. Қайырлы күн, деді кішкентай ханзада.
Қайырлы күн, деді саудагер. Бұл саудагерлер шөл қандыратын сиқыр дәрі сататын. Аптасына бір рет қабылдасаң болғаны шөл қыспайтын болады. Сен мұны неге сатып тұрсың, деді кішкентай ханзада. Уақыт үнемдеу үшін, деді саудагер. Сарапшылар жүргізген есептің қорытындысы бойынша аптасына 53 минут босқа ысырап кетіледі екен. Сонда ол үнемдеген 53 минутты не істейді? Не істесең де өз еркіңде. Егер менің бос 53 минутым болса, деп ойланып қалды кішкентай ханзада. Көкке шапшып атқан бұлақтан су ішуге асықпай барушы едім. Шөл далада апатқа ұшырағалы 8 күн өткен еді. Саудагер туралы оқиғаны суымның соңғы тамшысын ішіп отырып тыңдадым. Иә, дедім мен кішкентай ханзадаға. Сенің оқиғаларыңның өте қызықтау, бірақ мен ұшағымды әлі жөндеп болмадым. Ішер суым да бітті. Егер мен көкке шапшыған суға қарай асықпай бет алатын болсам, өзімді бақытты сезінуші едім. Менің түлкі досым, деп бастап еді. Менің кішкентайым, қазір түлкі туралы сөз тыңдайтын шамам жоқ. Неге, деді кішкентай ханзада. Өйткені шөлден қатып өлеміз. Ол менің айтқанымды ұқпастан маған былай деп жауап қатты. Өлу керек болғанның өзінде досың болғаны жақсы ғой. Мен түлкі досым болғанына қуаныштымын. Ол төнген қауіпті дұрыс бағаламай тұр деп ойладым мен. Оның қарны ешқашан ашқанда, өзі шөлдегенде емес. Аздап күн қыздырса болғаны. Алайда ол маған қарады да менің ойыма жауап бергендей. Мен де шөлдедім. Жүр, құдық іздейік, деді. Ұшы қиырсыз жапан түзде құдық іздеген миға қонымсыз нәрсе дегенмен қолымды торыққан кейіппен сермей салдым. Дегенмен бір жолға аттанып кеттік. Ұзақ уақыт бойы үнсіз жүріп келе жатқанда кеш батып аспанда жұлдыздар жымыңдай бастады. Шөл қысып, ыстығым көтеріліп келе жатқандықтан болар, мен жұлдыздарды түсімде көріп тұрғандай болдым. Кішкентай ханзаданың сөздері есімнен шықпай тұрып қалды. Демек, сенің де шөлдегенің ғой, деп сұрадым одан. Бірақ ол менің сұрағыма жауап қатпады. Ол маған жай ғана былай деді. Су жүрекке де пайдалы. Мен оның айтқанын түсінбедім де үндемедім. Оған сұрақ қоюдың пайдасы жоқ екенін білетінмін. Ол шаршаған еді. Жерге отыра кетті. Мен қасына жайғастым. Біразға созылған үнсіздіктен соң ол былай деді. Көзге ілінбейтін бір гүлдің әсерінен жұлдыздар әдемі болып тұрғаны. Мен әрине дедім де, үндеместен ай сәулесіне малынған құм толқындарына қарап отыра бердім. Шөл дала қандай әдемі, деп қосып қойды ол. Онысы да рас еді. Мен шөл даланы ұнатамын. Құм төмбешігінде отырық. Көзге еш нәрсе түспеді. Еш дыбыс естілмейді. Сол кезде бір нәрсе сәулеленді. Шөл даланың көркін келтіретін нәрсе, деді кішкентай ханзада. Ол ойламаған бір жерінде құдықтың тығылып жатқаны. Кенет менің есіме құмнан шашыраған осы жұмбақ сәуленің не екені сап етіп есіме түсті. Мен бала шағымда көне бір үйде тұрғанмын. Халықтың айтуы бойынша сол үйде тығулы қазына бар екен дейтін. Әрине, ешкім оны тапқан емес. Мүмкін іздемеген де шығар. Бірақ ол жайт сол үйді қуанышқа кенелтетін. Менің үйім құпия бір сырды жасырғандай сезілетін. Иә, дедім мен кішкентай ханзадаға. Үй болсын, аспандағы жұлдыз немесе шөл дала болсын, оларды әдемі ететін нәрсені көзбен көре алмайсың. Түлкімнің айтқанын қостағаныңа мен қуаныштымын, деді ол. Кішкентай ханзада ұйықтап бара жатқан соң, оны көтеріп алдым да жолға шықтым. Көңілім толқып кетті. Үлбіреген нәзік асыл қазынаны көтеріп келе жатқандай болдым. Жер бетінде бұдан асқан нәзік зат болмағандай көрінді. Айдың сәулесі түскен осы бір бозғылт маңдайына, жұмулы көздеріне, желмен желбіреген кекіл шаштарына қарап келе жатып, терең ойға баттым. Менің мұны көріп тұрғаным тек сырт кейпі ғана, ең маңызды қасиеті көзге көрінбейді. Оның болар-болмас ашық тұрған еріндерінен күлкі жүгіріп өткендей болған кезінде мен тағы да іштей былай деп ойладым.
осы кішкентай ханзаданың көңілімді қатты елжіретер қасиеті ол оның бір гүлге деген адалдығы. Тіпті ұйықтап жатса да сол гүлінің бейнесін оған шырақтың жалынындай сәуле шашып тұратындығы. Маған ол бұрынғыдан да бір нәзік жан болып көрінді. Шырақтарды қорғау керек, желдің лебі өшіріп тастауы мүмкін. Осылайша тоқтамай жүріп отырып, таң ата мен құдық тауып алдым. Адамдар жүрдек пойызға қысыла-қымтырыла мініп алады екен, дейді кішкентай ханзада. Бірақ не іздеп жүргендерін өздері білмейді. Сонда олар бір жерде тыныш отыра алмай, әрі-бері сапырылысады. Сосын ол сөзін сабақтап, бекер нәрсе, деді. Біз жеткен құдық Сахараның құдықтарға ұқсамайтын. Сахаралық құдықтар құмда қазылған жай шұңқыр ғана, ал мынау ауылдың құдығы тәріздес. Алайда жан-жағымызда бірде-бір ауыл жоқты. Сондықтан мен түс көріп тұрғандай болдым. Бұл ақылға қонбайтын нәрсе, дедім мен кішкентай ханзадаға. Бәрі дайын тұр. Шығыршығын ойнатып көрді. Шығыршық жел айналдырылмағалы көп болған ескі жел қақпағындай шиқылдап қоя берді. Естіп тұрмысың, деді кішкентай ханзада. Біз бұл құдықты оятып жібергендіктен ол әнге басты. Мен оның күш жұмсағанын қаламай, әкел, өзім істейін, дедім оған. Бұл сен үшін тым ауыр болады. Мен шелекті жайлап құдықтың ернеуіне дейін тартып шығардым. Оны жақсылап тұрып құдық шетіне орналастырып қойдым. Құлағымда шығыршықтың шиқылы қалып қойыпты. Ал енді шайқалып тұрған судың бетінде күннің бейнесі діріл қаққандай болды. Мына суды көріп шөлдеп кеттім, деді кішкентай ханзада. Маған су берші. Оның не іздегенін енді ғана ұқтым. Шелекті көтеріп ерніне тақадым. Ол көзін жұмған күйінде судан ішті. Тамаша мерекеде еді. Бұл су басқа сусындардан өзгеше болатын. Бұл жұлдызды аспанды астындағы ұзақ жүрген сапардан, шығыршықтың үнінен, менің қолымның күшінен жаратылған су еді. Сыйлық тәрізді жүрекке жайлы тиетін. Мен кішкентай баланың көзімде жаңа жыл шыршасының жарығы, шіркеудің түн ортасындағы месса кезіндегі әуені, жүрек жылытар күлкіден маған сыйлаған сыйлықтардың нұр шашуына септігін тигізетін. Сенің планетаңның адамдары, деді кішкентай ханзада, бір бақтың өзінде 5000-даған раушан гүлін өсіреді екен. Сондықтан олар оның ішінен өздерінің іздеген жалғыз нәрсесін таба алмайды, деп құптадым мен де оны. Әйтсе де, іздегендерін жалғыз бір гүлден немесе азғана судың көмегімен табуға болар еді ғой. Әрине, деп жауап қаттым мен. Сосын кішкентай ханзада сөзін былай деп жалғады. Бірақ көз соқыр, жүректен іздеу керек. Мен судан іштім, терең демалдым. Құм болса, алаулап атқан таң шапағымен бал тәрізді алтын түске боялды. Бұл да мені бақытқа кенелткендей болды. Мен не үшін қиналуым керек еді? Сен өзіңнің уәдеңе тұруың керек, деді маған биязы үнмен кішкентай ханзада. Қайтып менің қасыма жайғасқан соң. Қандай уәде? Есіңде ме? Менің қошақаныма тұмылдырық беремін дегенсің. Мен гүлім үшін жауаптымын. Қалтамнан салған суреттерімді алып шықтым. Оларды байқап қалған кішкентай ханзада күліп жіберді. Сенің баобабтарың аздап қырыққабаттарға ұқсайды екен. Немене? Ал мен сондай баобабтарымды мақтаныш тұтып жүрсем? Сенің түлкің, оның құлақтары, олар мүйізге ұқсап қалыпты ғой. Құлақтары тіптен ұзын екен. Сосын ол тағы күлді. Балақай, мен айдаһар жыланды іші және сыртқы кейпін бейнелегеннен басқа сурет салу қолымнан келмейді. Жарайды, деді ол. Балалар оны жақсы біледі. Сонымен мен тұмылдырықтың суретін салып бердім. Оны ұсынып жатып, жүрегім аузыма тығылғандай болды. Мен білмейтін жоспарың бар сияқты. Бірақ ол жауап қатпады. Сосын маған былай деді. Сен білесің бе, менің жер бетінде түскеніме ертең 1 жыл толады. Сосын біраз үнсіздіктен соң былай деді. Осы маңға таяу жерге түскенмін. Сөйтті де қызарып кетті. Тағы да не екенін білмеймін, мені бір түрлі уайым басып кетті. Дегенмен ойыма бір сұрақ сап ете түсті. Демек, 8 күн бұрын
Мен сені адам мекеніне мыңдаған шақырым алшақта кездестірген кезімде жападан жалғыз кездейсоқ қыдырып жүрген болдың ғой. Сен құлаған жағыңа бел алып бара жатқан екенсің ғой. Кішкентай ханзада тағы да қызарып кетті. Ал мен күмілжей түсіп сөзімді былай деп жалғадым. Мүмкін 1 жыл толған шығар. Кішкентай ханзада қайта қызарды. Ол ешқашан сұраққа жауап бермейтін, бірақ адам бетінің қызарғаны иә деп құптағанын білдірмейтін бе еді? Солай емес пе? Мен қорқып тұрмын, деді күрсініп. Бірақ ол маған былай деп жауап қатты. Сен енді жұмысқа кірісуге тиіссің. Ұшағыңа қайтып бар. Мен сені осы арада тосамын. Ертең кешкісін қайтып орал. Дегенмен менің көңілім саябырсымады. Түлкі есіме түсіп кетті. Қолға үйретіп алуға жол берсең, кейін жылайтын кезге де душар болуың ықтимал. Құдықтың маңында қирап қалған ежелгі тас қабырғаның қалдығы бар еді. Келесі күні кешкісін жұмысынан қайтып келе жатқанда аяқтарын салбыратып тас қабырғаның үстінде отырған кішкентай ханзадам алыстан көзіме түсті. Құлағым оның айтып жатқан сөзіне шалынды. Сонымен сенің есіңде қалғаны ма? Деп жатты ол. Тіпті де бұл жер емес қой. Басқа бір дауыс жауап берген болар. Өйткені ол былай деп тіл қатты. Иә, дәл сол күн. Бірақ бұл жер емес. Мен қабырғаға дейін жақындап келдім. Көзіме әлі ештеңе түспеді. Сонда да кішкентай ханзада тағы былай деді. Әрине, сен менің құмдағы ізім қай жерден басталатынына қара. Мені сол жерде күтсең болғаны, бүгін түнде мен сонда боламын. Қабырғаға дейін 20 қадам қалды, ал менің көзіме әлі ештеңе шалынбады. Кішкентай ханзада біраз үнсіздіктен кейін тағы былай деді. Сенің уың күшті ме? Сен маған ұзақ азап шектіргеніңе сенімдімісің? Мен тұрған жерімде қатып қалдым, ал жүрегім шым ете түсті. Бірақ әлі ештеңе түсінген емеспін. Енді кете бер, деді ол. Менің жерге түскім кеп тұр. Аяқ астына еңкейіп қарағаным сол екен, тұрған орнымнан ыршып кеттім. 30 секунд ішінде мерт ететін сары жыланның бірі кішкентай ханзадаға оқтай қадалып тұрған еді. Қалтамды ақтарып, тапаншамды іздеген қалпымда жыланға қарай жүгірдім. Бірақ менің тысырымды естіп қалған жылан асығып, аптықпай, жай ғана құмға сіңіп бара жатқан бұлақтай баяу иреңдеп барып, жездей сыңғыр етті де тастардың саңлауына кіріп кетті. Мен түрі сұп-сұр болып кеткен кішкентай ханзадамды қағып алу үшін қабырға іргесіне дер кезінде жеттім. Бұл не сұмдық? Сен енді жыландармен әңгімелесетін болғансың ба? Менің оның өмірі тастатпайтын алтын түстес сары бөкебайын шештім. Самайын сулап, су жұтқыздым. Оған сұрақ қоюға батылым жетпеді. Ол маған байыптап қарады да қолымен мойнымнан құшақтап алды. Мен оның жүрегі мылтықтың оғы тиіп, мерткен құс секілді әлсіз соғып тұрғанын байқадым. Ол маған, мен сенің ұшағыңның ақауын тапқаныңа қуаныштымын. Сен енді өз еліңе қайта аласың. Оны қайдан білесің? Мен оған жұмысыңның оңға басқанын енді айтпақшы болып оқталып отыр едім. Ол еш жауап қатпастан былай деп сөзін сабақтады. Мен де бүгін үйге қайтамын. Сәлден кейін мұңға бата. Ол анағұрлым алыс, анағұрлым қиын нәрсе. Мен бір ғайыптан тыс нәрсенің болып жатқанын сездім. Оны кішкене бөбекке ұқсатып, құшағыма алдым. Сонда да ол маған құшағымнан сытылып шығып, мен сақтап қала алмайтын құрдымға құлап бара жатқандай сезілді. Ол ұшы-қиырсыз алыста адасқандай көзқараспен қарады. Менде сенің қошақаның бар. Қошақан үшін жасалынған жәшік те бар. Сосын оның тұмылдырығы да бар. Сөйледі де мұңды түрмен күлімсіреді. Мен ұзақ күттім. Бетіне қан жүгіріп аздап жылына бастаған болды. Балақай, сен үрейленіп қалғансың-ау деймін. Әрине тұла бойы қорқыныш билеген ғой. Алайда ол жай ғана езу тартып. Үрейдің көкесін бүгін кешке көремін. Көмек беруге шамам келмейтін нәрсе боларын сезгендей тағы да тұла бойым түршігіп кетті. Бұл күлкіні ешқашан естімеуім мүмкін деген ойға төзе алмайтынымды түсіндім. Оның күлкісі
мен үшін шөл даладағы сылдырап аққан бұлақтай еді. Балақай, мен сенің күлкіңді естігім кеп тұр. Бірақ ол маған бүгін түнде 1 жыл толады. Менің жұлдызым өзім құлап түскен жерден дәл төбесінде тұрады. Балақай, жыланда түндегі жолығу, жұлдыз да жай бір қорқынышты түс болар. Ол сөзіме жауап берместен маған былай деді. Ең маңызды нәрсе көзге көрінбейді. Әлбетте, бұл гүлді көру сияқты. Егер сен бір жұлдыздың үстінде өсіп тұрған гүлді жақсы көрсең, түнде аспанға қарасаң болғаны, барлық жұлдыз гүлден шыға келеді. Солай ғой. Су жайында да солай. Сен құдықтан арқанмен тартып алып, шығып маған ішуге берген су ән әуені секілді еді ғой. Есіңде ме? Ол зәм-зәм суы болатын. Әрине, сен түнде жұлдыздарды тамашалайтынсың. Менің жұлдызым тым кішкене болғандықтан, оның қайда орналасқанын көрсете алмаймын. Мүмкін сол дұрыс шығар. Менің жұлдызым сен үшін көп жұлдыздың бірі ғана болып қалады. Сонда сен барлық жұлдызды тамашалауды жақсы көріп кетесің. Олардың бәрі сенің достарыңа айналды. Ал содан соң мен саған сыйлық тарту етпекшімін. Сөйтіп ол тағы да күліп жіберді. Пах, балақай, сенің күлкіңді қандай жақсы көретінімді білсең ғой. Дәл осы менің тартуым болады. Су жайындағы әңгіме тәрізді. Мұнымен не айтпақшысың? Адамдар үшін жұлдыздар әртүрлі. Саяхатшылар үшін жұлдыздар жол көрсетеді. Басқалар үшін олар тек кішкене жарық шоқтары ғана. Ал ғалымдар үшін олар тек шешімі жоқ мәселе. Менің іскер пайда күнемім үшін олар алтын еді. Бірақ сол жұлдыздардың бәрі де үнсіз қалатын. Ал сенің ешкімде болып көрмеген жұлдызың болады. Қалайша? Мен көп жұлдыздың бірінде мекен ететін болғандығыммен, сол бір жұлдыздың үстінде күліп жүргендіктен, түнде аспанға көз тіккен кезіңде барлық жұлдыздар сені үшін күліп тұрғандай болады. Сенде күле білетін жұлдыздар болады. Ол тағы да күлді. Ал сен жұбаныш тапқан кезіңде адамдар жұбаныш таппай қоймайды. Менімен таныс болғаныңа риза боласың. Сен мен үшін өмір бойына дос болып қаласың. Сенің маған қосылып бірге күлкің келетін болады. Кейде сен терезеңді айқара ашып тастасаң, жаның жай табатын болады. Сенің аспанға қарап күлгеніңе жолдастарың таң қалатын болады. Сонда сен оларға, «Иә, жұлдыздар үнемі менің күлкімді келтіреді» деп айтатын боласың. Олар сені ақылынан алжасқан деп ойлау мүмкін. Сөйтіп мен саған жолдастарыңның алдында ыңғайсыз жағдай туғызамын. Ол тағы да күлді. Жұлдыздардың орнына сыңғырлап күле беретін бір топ кішкене қоңыраулар бергендей боламын. Ол тағы да күлді. Сосын қайтадан салмақты қалыпқа түсіп, білесің бе, бүгін түнде бармай-ақ қой. Мен сені қалдырып кете алмаймын. Менің түрім азаптанып жатқан, тіпті өліп кеткен сияқты болып көрінді. Солай болуы тиіс. Мұны көруге келмей-ақ қой, қажеті жоқ, деді кішкентай ханзада. Мен сені тастап кетпеймін. Оның көңілі алаң еді. Менің бұлай деп айтып тұрған себебім жыланның да кесірінен. Оның сені шағып алғанының керегі шамалы. Жыландар жауыз болады. Әншейінде бір ләззат алу үшін ғана шаға салу ықтимал. Мен сені тастап кетпеймін. Сосын ол көңілі әлденеден жұбаныш тапқандай. Олардың екінші рет шығуына уы жетпейтіні де рас. Бұл түні кішкентай ханзаданың қалайша жолға аттанып кеткенін байқамай қалдым. Сыбдырсыз қашып кетіпті. Мен оны қуып жетіп, қатарласқанымда, ол өзіне сенімді әрі жылдам адымдап бара жатыр екен. Ол маған тек, сен екенсің ғой, деді. Ол менің қолымды алды. Сөйтіп ол тағы да мазасыздана бастады. Бекер істедің, қиналасың ғой. Менің түр әлпетім өліп кеткен адам сияқты көрінеді. Ол әрине шын емес. Мен үн қатпадым. Түсінесің ғой, жол ұзақ. Мен мұнда денемді алып кете алмаймын. Ол тым ауыр.
Мен үндемедім. Бұл аршым тастаған ескі қабық тәріздес. Ескі қаңқалар үшін қамығудың қажеті жоқ. Мен тағы үндемедім. Оның батылдығы кеміп, еңсесі түсейін деген сияқты. Дегенмен тағы бір рет тырысып көруге оқталды. Білесің бе? Керемет болады. Мен де жұлдыздарға қараймын. Мен үшін барлық жұлдыздар айналмалы шығыршығы бар құдық сияқты көрінеді. Жұлдыздардың бәрі маған су ұсынатын болады. Мен үн қатпадым. Қандай қызық болады десеңші. Сенде 500 миллиондай сылдырмақ қоңыраулар болса, менің 500 миллион құдығым болады. Жасына булығып, ол да үндемей қалды. Міне, келдік. Алға бір қадам жалғыз басуыма рұқсат ет. Сөйтті де, ол құмға отыра кетті. Себебі ол қорқып тұр еді. Сәлден соң, білесің бе, менің гүлім, ол үшін мен жауаптымын. Ал ол өзі сондай нәзік, өзі сондай ақ көңіл. Бүкіл дүниеден қорғану үшін түкке тұрмайтын 4 тікенегі ғана бар. Мен оның қасына отыра кеттім. Түк тұра беруге шамамда жетпеді. Мінекей, бәрі бітті. Ол тағы да аздап кідіріңкіреп қалды да, сосын орнынан тұрды. Бір адым алға басты. Мен орнымда қалшиып тұрып қалдым. Оның аяғының қасына сары найзағай жарқ еткендей болды. Ол бір мезет қозғалмай тұрып қалды. Айқайлаған жоқ. Бөрене тәрізді тұрған орнына жанына қарай қисайып құлай берді. Құм үстінде болғандықтан сыбдыр еткен дыбыс та шықпады. Міне, содан бері 6 жыл өтіп кетті. Мен бұл оқиғаны ешқашан ешкімге айтқан емеспін. Жолдастарым менің аман-есен қайтып оралғаныма қуанды. Мен көңілсіз едім. Оларға шаршап шалдыққандықтан болар дей салдым. Енді қазір жұбаныш тапқан сияқтымын. Олай дегенім түгелдей емес әрине. Дегенмен менің оның планетасына қайтып оралғанына күмәнім жоқ. Өйткені таң атқанда оның денесін таппағанмын. Ауыр денеде емес еді ғой. Ол түнде жұлдыздарға құлақ түргенін жақсы көретін. Олар 5 миллион кішкене қоңыраулар тәрізді. Міне қызық нәрсе. Кішкентай ханзада үшін суретін салып берген тұмылдырықты қайыс белбеу қойып беруді ұмытып кетіппін. Ол оны ешқашан қошақанына кигізе алмапты да. Сонда өзімнен өзім былай деп сұраймын. Планетасында не болып жатыр екен? Мүмкін қошақан гүлді жеп қойған шығар. Кейде өз-өзіме өзім, жоқ, әрине жоқ. Кішкентай ханзада түнге қарай гүлін шыны қалпақпен жауып қояды. Ал қошақаннан көз жазбайтын болар. Солай деймін де өзімді бақытты сезініп кетемін. Ал жұлдыздар болса, аспанда жайлап қана жымың қағады. Кей кезде мен іштей, бірде болмаса бірде босанып кетсе бәле болғаны. Бір күні кешкісін шыны қалпақшаны жабуды ұмытып кетсе, немесе түн ішінде қошақан сыбдырсыз босатып кетсе, онда кезде қоңыраулар зар елеп жылайды. Жұмбақтың көкесі осында жатыр. Әлемнің адамзатқа беймәлім бір бұрышында өмірі көрмеген бір қошақан раушан гүлді жегенін немесе жемегенін білген мен сықылды кішкентай ханзаданы жақсы көріп қалған сіздер үшін де мәні зор болар. Сонда бүкіл дүние бәрі өзгеше болып көрінер еді. Аспанға көз салыңызшы. Өзіңізден қошақан гүлді жеп қойды ма, әлде жоқ па деп сұраңызшы. Сонда бәрінің басқаша өзгеріп шыға келетініне көзіңіз жетеді. Мұның қаншама маңызды екенін ешқашан ешбір ересек адам түсіне бермейді. Бұл мен үшін дүниедегі ең сұлу әрі ең көңілсіз табиғат көрінісі. Бұл алдыңғы беттерде бейнеленген табиғат көрінісінен аумайды. Бірақ мен оны сіздерге тағы да көрсету үшін салдым. Міне, осы жерде кішкентай ханзада алдымен пайда болып, сосын жоқ болып кеткен. Алда-жалда Африканың шөліне сапар шегіп қалсаңыз, бұл жерді тауып алу үшін назар аударып жақсылап қарап алыңыз.
Ал егер де сәті түсіп осы жерден өте қалсаңыз, сізден өтінемін, асықпаңызшы. Жұлдызды аспан астында сәл ғана кідіре тұрыңыз. Егер дәл сол мезетте бір балақай сізге жақындап келіп күлсе, егер де оның алтындай сары шаштары болса, сіздің сұрағаныңызға жауап қайтармаса, сіз әрине оның кім екенін түсіне қоясыз. Қайырымды бола беріңіз. Мені сонша ренжіте бермей, маған оның тезірек қайтып келгені жайлы жазып жіберіңізші. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.